Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қыз жібек жыры, жырдағы кездесетін троптың түрлері. Сабақтың мақсаты троптың түрлерін түсініп, теріп жазу. Ал енді өткен сабақты еске түсірейік. Жырдың тақырыбы не? Неше бөлімнен тұрады? Сюжеті, кейіпкерлерді ата, жырдың түйіні не? Қыз жібекті қалай суреттейді? Дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Дұрыс жауаптарын салыстырайық. Тақырыбы не? Махаббат тақырыбы. Неше бөлімнен тұрады? 2 бөлімнен тұрады. Төлегеннің жібекке үйленуі, жібектің сансызбаймен қосылуы. Сюжеті. Сюжет біреу. Жігіттің үйленуі. Кейіпкерлері: Төлеген, жібек, Бекежан, Шеге, Қаршыға, Базарбай, тағы басқа. Жырдың түйіні не? Махаббатқа адалдық, салт дәстүрді, әдет ғұрыпты сақтау. Жырды түсініп оқыды деп ойлаймын. Ал енді бүгін біз жырда тұрмыс салт жырларының қай түрі кездеседі? Бата, көш, қыз қылығы, теріс бата, жеңгелік, тағы да басқа. Және көркемдік ерекшеліктеріне назар аударамыз. Метафора, теңеу, эпитет, ассонанс және аллитерация. Ал ережелерге көңіл аударайық. Ассонанс өлең сөзде дауысты дыбыстардың үндесе қайталануы. Ал аллитерация дауыссыз дыбыстардың қайталануы арқылы әдеби тілді ажарлап, сөздің реңін келтіре түсетін көркемдік тәсіл болып табылады екен. Ал енді мысалмен дәлелдейтін болсақ, ассонансқа мысал ретінде е дыбысының қайталануын айтуға болады, ал аллитерацияға мысал ретінде ж дыбысының қайталануын айтуға болады. Ей жаным, жаным бірге жаныңменен, ей жаным, құшағың ал әніңменен деген өлең шумақтарында е дегендердің бәрі ассонансқа, ж дыбысынан қайталанған сөздер аллитерацияға жатады екен. Ал теңеу дегеніміз не? Теңеу затты не құбылысты екінші зат немесе құбылыспен салыстыру арқылы сипаттау тәсілі. Мысалы, күлдей шашы дейді. Яғни шашты күлге теңеп тұр. Олар дай, дей деген жұрнақтар арқылы жасалады. Метафора грек тілінен аударған ауыстыру деген мағынаны білдіреді. Құбылтудың бір түрі суреттеп отырған затты не құбылысты айқындау үшін ұқсас басқа затқа не құбылысты баулу. Мысалы, қыз деген сөзді ақ кебінге не істеп тұр? Ауыстырып тұр. Ал эпитет заттың не құбылыстың өзгеше белгілерін көрсету. Мысалға, күңгірт, сұп-сұр көр, яғни көр деп тұрған жоқ, сұп-сұр деп айқындап тұр. Сол затты құбылыстың белгісін айқындап тұр. Ал портрет дегеніміз не? Көркем шығармада кездесетін адамның сыртқы түрін, кескін келбетін, жүріс тұрысын суреттеуді айтады. Мысалы, жырда біз қыз жібектің сұлулығын, көркемдігін ерекше әсірелеп, суреттеп, бейнелеп көрсетеді. Танадай көзі жарқырап, алтын шашпау шашында, қыз жібектің шаштары қоғалы көлдің құрағы деп, қыз жібектің ерекше сұлулығын танадай деп, теңеумен, көзінің әдемі үлкен екендігін, оның шаштарының қоғалы көлдей судырап тұрған қап-қара сұлу екендігін, дүр гауһар сырғасының сондай ауырлығын көз алдымызға елестетті. Қыз жібектің әппақ түсті сұлулығын наурыздың ақша қарына теңеді. Міне осындай сұлу портретті біз жырдан не істейміз? Тамашалап оқимыз. Ал енді балалар, үйге тапсырма: жырдан троптың түрлеріне мысал келтіресіңдер, оны жазасыңдар. Ал енді махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар деген тақырып аясында ой қозғайсыңдар. Бұл тақырып ауызша. Бүгінгі сабақтан түйгендерің, әсерлерің: не сездім, не білдім, қандай ой пайда болды,
не үйрендім дегенге кері байланыс жазыңдар. Назарларыңа үлкен рахмет.